Қайырлы күн, Жарық жұлдыз атты жобамыздың көрермендері. Бүгінгі біздің жобамыз ерекше форматта өтпек. Себебі бүгінгі сұхбаттасу алаңының қонағы нөмірі 140-шы гимназияның оқушылар парламентінің президенті Сауданбек Ескендір келіп отыр. Ескендір, қош келдің. Қош көрдім. Саған қойылатын бірінші сауал, осы мектеп президентінің бойында қандай қабілет болу керек? Жалпы мектепте осы өзіңіз басқаруына сайланған президент тек қана бір ғана қабілетпен шектеліп қалмауы керек. Парламент президенті бойында көптеген қабілеттер болу керек. Яғни білім саласында болсын, спорт саласында болсын, мектеп президентінде көптеген қабілеттер болу керек. Жақсы, керемет. Келесі бір сұрағым, осы мектеп парламентінің атқаратын жұмыстарына, міндеттеріне және қызметтеріне тоқталып өтсе. Жалпы біздің мектеп парламентінде қазіргі таңда 4 фракция жұмыс атқарып келеді. Ол білім фракциясы, мәдениет фракциясы, денсаулық және спорт және де ақпарат фракциялары осы парламентте жұмыстарын атқарып келеді. Және де еріктілер ұйымы құрылған болатын, және де онымен қоса мұзбалақ пікірсайыс клубы да ашылған болатын. Жалпы осы әр фракцияда, әр клубта өзінің алға қойған жоспарлары, мақсаттары бар, және де сол жұмыстарды, мақсаттарды жақсы атқарып келуде. Жақсы, осы оқу жолында атқарған іс-шараларды дәлірек айтып өтсең. Жалпы осы 2022-2023 оқу жылында біз көптеген іс-шараларды атқарған болатынбыз. Яғни білім фракциясы әр жылы 9-шы сыныптар мемлекеттік емтихан тапсырады. Соған байланысты бізде білім фракциясы каникулдарда осы 9-шы сыныптарды дайындау мақсатында көптеген қосымша сабақтар өткізген болатын. Еріктілер ұйымымен бірге қарттар үйіне барған болатынбыз, балалар үйіне барған болатынбыз, және де осы жақында ғана 9 мамыр жеңіс күніне орай соғыс ардагерлерін азық-түлікпен қуантқан болатынбыз. Онымен қоса мәдениет фракциясы да жақсы жұмыс атқарып келуде. Ол бізде күзгі бал, жаңа жыл өткіздік, және де балалардағы қоңырау уақытын тиімді пайдалану мақсатында қоңырау уақыттарында домбыра пати және де тағы да басқа іс-шараларды жақсы өз деңгейінде атқарып келдік. Ал ақпарат фракциясы болса, осы жалпы жыл басынан бері атқарып келе жатқан жұмыстарды біздің Instagram парақшамызға салып, мектепке және де басқа да ата-аналарға көрсетуде. Керемет, жарайсыздар. Жалпы осы аудан, қала, республика бойынша өздеріңіздің қатысқан іс-шараларыңызды айтып өтсеңіз. Жалпы осы 140-шы өзіңіз басқару ұйымының вице-президенті Оңтаев Мұбаракпен бірге аудандық, қалалық, республикалық жарыстарға, конкурстарға, флешмобтарға қатысып тұрамыз. Айта кететінім, осы күзде 14-ші қарашада қателеспесем болған қаламыздағы бүкіл мектептің президенттерінің слеті болған. Сол слетқа қатысқан болатын, және де осы аудан бойынша жарыс конкурс өткізілді. Сол конкурс нәтижесінде біз қалалық кезеңге өтіп, осы 19 мамыр күні сол қалалық конкурсқа қатысып, үздік модель номинациясымен марапатталған болатынбыз. Керемет, жарайсыздар. Жалпы бұл іс-шаралардың оқушыларға қандай әсері болды? Жалпы атқарып жатқан іс-шараларымыздың барлығы осы мектебіміздегі оқитын әрбір оқушыға ұнайды. Яғни көңіл көтеру мақсатында, уақытты тиімді өткізу мақсатында осы шараларымыз оқушылардың көңіліне жақсы жағуда. Керемет. Жалпы өзің осы парламент президенті болып қалай сайландың? Бізде осы парламентте жалпы қыркүйек айында сайлау жүргізген болатын. Ол сайлауға екі түрде дауыс беру жүргізілді. Жалпы осы сайлауға 322 оқушы қатысқан болатын, және де 322 оқушымен қоса мұғалімдер де қатысып өздерінің дауыстарын берді. Яғни сайлау екі түрде жүргізілді. Біреусі қарапайым бюллетендер арқылы болатын болса, екіншісі Google форм арқылы. Және де осы сайлау нәтижесі бойынша көп дауысты басым иеленгеннен кейін мен қазіргі таңда президент болып отырмын. Керемет, жарайсың. Осы күнге дейін өзінің жеткен жетістіктеріңді айтып өтсең.
жалпы айта кеткендей, президенттің бойында тек қана бір қабілетпен шектеліп қалмау керек. Білім саласында да, спорт саласында да өзімнің осы күнге дейін жеткен жетістіктерім көп. Білім саласында, яғни осы мұзбалақ дебат пікірсайыс клубымен бірге біз қалалық, аудандық, республикалық жарыстарда бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған болатынбыз. Онымен қоса тарих пәні бойынша олимпиадалардан, аудандық, қалалық олимпиадалық кезеңдерде жүлдегер атандым. Спорт саласында да көптеген жетістіктерім бар. Айта кетсем, мысалы шахмат бойынша екінші разрядпын, және онымен қоса тағы да басқа да спорт түрлерімен айналысып келемін. Керемет, жарайсың, жан-жақты бала екенсің. Жалпы қазақта да айтады ғой, 8 қырлы бір сырлы деп. Сол өзінің бойынан табылатын керемет бір азамат екенсің. Алдағы уақытта саған сәттілік тілеймін. Жалпы осы президенттікке бағыттаған, басшылыққа баулыған өзінің ұстаздарын, пән мұғалімдерін жайлы айтып өтсең. Жалпы әр оқушыны алдыға жетелейтін бір ұстазы болады. Менде бір ғана ұстаз емес, менде өте көп ұстаздарым бар. Яғни біріншісі ол өзіміздің мектеп директоры Тілеубай Сәния апайымыз, сосын мектеп әкімшілігі Сафура апай, Гүлназ апай, Сымбат апай, Заура, Айша апайлар. Осы және тарих пән мұғалімдері маған ерекше ұнайды. Жалпы айта берсем көп, әр мұғаліммен мен сәлемім түзу, яғни әр мұғаліммен жақсы тіл табысып, әр мұғалім өзінің маған көмегін тигізіп отырады. Жақсы. Осы биылғы жылдың түлектеріне айтар тілегің бар ма? Әрине бар. Биылғы жылы бітіретін мектеп түлектеріне алдағы өмірде сәттілік тілеймін. Бағындырар белестері көп болсын, алар асулар көп болсын. Артынан келе жатқан, яғни біз қазіргі 10-шы сыныптар, 9-шы сыныптарға үлгі болатындай Қазақстанның беделді, бетке ұстар азаматтар болсын деп тілеймін. Жақсы. Олай болса, Мұқағали Мақатаев атындағы мектептің шәкірті ретінде бір өлең оқып берсең. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат бірақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеде түнілсем де қасиетті тіліммен түнілмедім. Ескендір, осы орайда мен Мұқағали Мақатаев атындағы мектептің шәкірті болғандықтан үшінші мақтазым жалғастырайын. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Бәрекелді. Өзіміз Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдерін оқып бір марқайып қалдық қой. Ескендір, осы Мақатаев атындағы мектептің оқушылар парламентінің президенті жұмысын әлі алдағы уақытта жалғастырасын деген ойдамын. Еңбегің жемісті болсын, саған алдағы уақытта тек қана сәттілік деймін. Тек биік белестерді бағындырып жүре бер. Ал олай болса, құрметті көрермендер, біздің жарық жұлдыз атты жобамыздың түсірілімі өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Тағы қандай өнерің бар сен? Арасында өлең айтып тұрмын. Кәдімгі ән ба? Иә. Айтып берсең. Қазір айта алмаймын. Караокеларда ғана ғой. Ой, андай жерде айтпаймын деп қойса. Сахнада ғана айтып. Сахнада да айтпаймын. Ой, неге? Даусым жетпей қалдым, шын қарап айтатын жерлерінде.